Қайырлы күн баршаларыңызға, қалайсыздар? Бүгін сіздерге пияздан жасалған голубцийімді көрсеткелі отырмын. Өте дәмді және тойымды. Бұл енді жаңа үйде қырқабас, я болмаса балғар бұрышы үйде болмай қалған кезде осылай пиязды қолданып голубций жасап жесеңіздер болады. Бізге керегі әуелі 4 жуамыз. Жуаның көлемі үлкендігі осындай болу керек. Сосын және бір жуа кішірегін алдым, оны майдалап турап дайындап қойдым. Одан кейін барып жаңағы ет тартқыштан тартылған етіміз 1,5 килограмм. Одан кейін сары майымыз бар, бір 50 граммдай, 30 граммдай күрішімді. Сосын 2 ас қасық неміз бар, томатымыз бар. Сонымен қатар 50 миллилитр семшкі май бар. Және дәмдеуіштер. Сонымен қатар тұз қосамыз. Енді әуелі бастамас бұрын бірінші сіздерге таныстырып өтейін. 4 пиязымызды қазір біз қайнап тұрған суға 3 минутқа, или 3, я болмаса 5 минутқа бұқтырып қоямыз. Мені суымыз қайнады. Енді осы пиязымызды қазір салатын боламыз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Осы 5 минут қазір қайнатылған, 3 минут деп айтайын, 3 минут қайнатқаннан кейін астын өшіріп, пиязымызды сүзіп алатын боламыз. Бисмилля деп бастайық. Бірінші мына фаршымызды дайындадым. Осы 1,5 кило фарш. Қазір осыған жуамызды қосатын боламыз. Бір кішірек пияз ғой осы. Осыны қосып, қазір әбден тұзымызды қосамыз қазір. Тұзды бір шай қасық, өздеріңіз білесіздер, дәміне қарай қоса жатасыздар. Содан кейін барып бұрышымызды қосамыз. Содан кейін кішкене менде не бар екен, жаңа осында тартылған етке арналған дәмдеуіш, осыны қосатын боламын. Жаңа достар барлықтарын көрдіңіздер, дәмдеуіш, тұзы бәрін салдым. Енді кішкене суды құйып шығайын. Содан кейін барып, әбден мұжылап, езіп, дайындап болғаннан кейін күрішімізді саламын боламыз. Өте дәмді тамақ болады. Сіздерге де осы жасауларыңызға кеңес беремін. Кейінгі кезде мен видео түсіруге уақытым болмай қалды. Біз Қытайдан карго ашып, Пиндода сайтымен жұмыс істеп жатқаннан кейін видео түсіруге уақытымыз болмай қалды. Соған енді бүгін бір видео түсіріп, көз алдарыңызға бір шығып қояйын дедім. Енді күрішімізді саламыз. Әбден мұжылап араластырамыз. Ал достар, енді бисмилля деп, енді несін жасаймыз, тұздығын жасаймыз. Әуелі сары майды ертіп аламыз. Бисмилля. Сосын сары майымызды ертіп болғаннан кейін арғай жалғастырып көрсететін боламыз. Міне өздеріңіз көргенде майымыз еріді. Енді осыған тағы да сұйық май қосатын боламыз. Бисмилля. Осы сұйық майды қосып, кішкене қолмен тағы да араластырып жіберемін. Одан кейін барып томат пастасын салып, жаңағы тұздығын жасайтын боламыз. Әбден қыздырамыз, томаты езілгенше. Міне қайнаған суға салып, бір 5 минут қойдық. Енді пиязымызды не қыламыз, сүзіп аламыз. Оны сосын суытамыз. Енді міне қуырылды. Қазір осыған
өздеріңіз енді жаңағы тұзын қарайсыздар, тұз қосасыздар, одан кейін дәмдеуіштер қоссаңыздар болады. Мен енді фаршқа қостым ғой бағана. Бұған тек қана кішкене ғана тұз қосамын. Сосын әуелі су құйып аламын. Осында 250 мл суымды құйып аламын. Мен енді сковородым кішкентай болды, осылай шықты. Қазір енді осы бір қайнағаннан кейін немізді жаңағы фаршымызға тартылған етке салатын боламыз, құятын боламыз. Міне қараңыздар, мынау босады да. Енді осыны бір шетін ғана кесетін боламыз. Тек қана бір шетін ғана. Осылай кесіп дайындап қоямыз. Вилкамен мені жаңағы абайлап болды. Осылай қойып қоямыз. Екіншісінде мынаны солай жасаймыз. Тек бір шетін ғана. Қазір мына ыстық болып тұр. Міне осылай ашылу керек. Бір шеті ғана. Бәрін солай кесіп шығасыздар. Негізі қайнамай тұрып кесіп алсаңыздар, өздеріңізге оңай болады. Мен тек ұмытып кеткен екен, соны енді көрсетіп жатырмын сіздерге. Міне достар, қараңыздар, осылай шешілетін болады. Жаңа оңай шешіледі да. Сосын осылай шешіп алып қоя бересіздер. Енді мынау келмейді. Келетіндерді ғана аламыз. Мынаны енді тамақтарға қоса беруге болады. Енді қазір көрсетемін сіздерге. Арасына осылай фаршты, жаңа тартылған етті саламыз. Одан кейін барып осылай ораймыз. Енді арасына ыстық су бармай қалған ба, кейбіреулер сондай болады, бірақ енді сонда піскенде бұл жұмсақ болып пісетін болады. Міне достар, дайын болды. Жаңа пиязымыздың арасына тартылған етті бәрін салып дайындап болдым. Енді мына піскен немізді, подливімізді осының үстіне құямыз. Егер де су аздау болды десеңіздер, тағы да бір кетедей кішкене құйып жіберсеңіздер, сорпасы молдау, жаңағы әдемі болып шығады сорпасы. Негізі батыңқырап тұру керек. Қазір енді бір кесе қайнаған ыстық су қосамын. Міне енді жаңа сорпасы аздау болып қалды деп ойлап отырмын. Енді бір кесе, бір стакан не қосайын деп жатырмын, қайнаған су қосайын деп жатырмын. Осылай қосып. Енді қақпағын жауып, пісірілуге жібереміз 40 минут. Міне ыдысымызға салып болдық. Енді сорпасына кішкене бетіне осылай құйып шығамыз.